Қазір әлемде болып жатқан жағдайлар және көрші елдердегі болып жатқан жағдайлар туралы айналамызға көз салған кезде жақында ақпарат құралдарынан мәлім болғанындағыдай Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің бұрынғы төрағасы Қамшыбек Тәшиевтің қызметінен кетуі де көптеген ақпараттық ауқымды әңгімелерге мұрындық болып жатқанын көріп отырмыз. Қырғыз президенті Садыр Жапаров осы бір өзінің досы Қамшыбек Тәшиевті не үшін биліктен шеттетті деген сұрақтарда тыңдарман, оқырман, көрермен арасында көп айтылады. Себебі жұрт мынау Қырғыз елінде болған, бұдан бұрынғы жылдар болған бірнеше ретке тынышсыздыққа байланысты Қырғыз елі қашанда осындай ішкі тынышсыздығына беріліп жатқандығын көргендей болып, соған көңіл алаңдайтын, айналадағы көршілердің бір бауырмалдық пейілі мен мейірінің бар екендігін білеміз. Осындай себептерден Қырғыз Республикасындағы соңғы жылдардағы көптеген жетістіктер, ел экономикасындағы көтерілушілік, жаңағы ұлттық мынау Қырғыз мемлекетінің қорындағы, айналымдағы ақшаның қорының өсуі, ең бастысы жаңағы ел ішіндегі көптеген сыбайлас жемқорлықпен айналысқан, ел экономикасын таражыға салған кісілердің құрықталуы, осының барлығының басы қасында болған үлкен тұлға ретінде Қамшыбек Тәшиевтің есімін бүкіл әлем біледі десек қате айтпаған болар едік. Ал осындай бір Қамшыбек Тәшиев пен Садыр Жапаров сынды достар аяқ астынан арасына ала мысық жүгіріп, бір-біріне сойылала жүгіргендей, немесе Қамшыбекке қарай Жапаров қамшала жүгіргендей болған осындай бір жағдай әрине мұсылман баласын, түркі баласын алаңдатып жатқаны рас. Дұшпан табалайды, дос күледі деген ескілікті сөз бар. Сол тұрғыдан қараған кезде екеуінің осындай бір іске баруы, екеуінің арасындағы берекесіздік, әрине көрші ел болған Қазақстан мемлекеті туралы айтқанда, Қазақстанда отырған қаламгер ретіндегі біздерді де әрине алаңдатады, алаңдаушылық білдіреміз. Сол себепті де осы қаламгер ретіндегі өзімнің жеке көзқарасымды айтатын болсам, бүгінгі әлемдік жағдайға көз салғанда, жау жағдан алғанда, бөрітектен алғанда деген сияқты айналамызда анталап отырған қаншама жаулар бар. Қырғыз елінде болып жатқан жағдай бізді алаңдатады. Сол себепті де міне қасиетті Рамазан айында, кешірім айында, Алланың осы мейірім шапағатына бөленетін осы айда мен өзім азамат басымменен, қаламгерлік сөзімменен, тұлғамменен бұрынғы Қырғыз мемлекетінің қауіпсіздік комитетінің басшысы Қамшыбек Тәшиев пенен Қырғыз президенті Садыр Жапаровтың бір-біріне кешіріммен қарап, бір-бірін кешіруін қалайтын едім, бір-бірін түсінуін қалайтын едім, ел берекесін сақтауын қалайтын едім. Сонда ғана кешегі ғана қолтықтасып жүрген достар, кешегі ғана қол ұстасып жүрген достар Қырғыз мемлекетінің болашағын қалай нұрлы қыламыз, Қырғыз мемлекетінің болашағын қалай әлемдік өзінің аренада орнын төмендетпейміз дейтін өздерінің ортақ мұратын жалғастыра алатынына сеніміміз кәміл еді. Сол сенімді әлде де міне қасиетті Рамазан айында Алла тағала ол кісілердің құлағына, ол кісілердің жүрегіне мейір шапағат құйсын. Сол осы бір дәнекерді, осы бір берекені, осы бір-біріне деген кешірімділікті осы ел басында жүрген азаматтар қолға алса екен, ойға алса екен деген өзіміздің қаламгер ретіндегі тілегімізді айтқымыз келеді. Қамшыбек Тәшиев мырзаны Садыр Жапаров мырза кешірсе, Садыр Жапаров мырзаны Қамшыбек Тәшиев мырза кешірсе, екеуі бірігіп бүгінгі Қырғыз мемлекетінің өр тұлғасын түсірмеуге, халқының жаңағы шуақты, қуатты, бай ел болып өмір сүруіне жағдай жасаса деген өзіміздің ақпейіл ниетіміз бар. Қасиетті Рамазан айында тілеген дұға тілегіміздің ішіне де осындай тілегімізді, ниетімізді, дұғамызды қосамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, айналамыз түгел берекелі мерекелі күндерге шомсын. Түркі дүниесі аман болсын, түркі мемлекеттері аман болсын. Түркі мемлекеттерінің әрбір отауы өзінің керегесін кең қылып, шаңырағын биік көтеріп, уығын берік қылып, өзінің құшағындағы жаңа балалары мен балапандарына, немере шөбере шөпшектеріне бақытты ғұмыр сыйласын. Соны тілейміз.